Асқабақ дәннің пайдасы және оның антипаразитарлық қасиеті жөнінде біраз жерде айтылып жазылып жатыр. Онымен мен ешқандай таласым жоқ, бірақ дәннің пайдалығын алу үшін оны тұтынуға дұрыс дайындау қажет. Дұрыс дайындау үшін дүкеннен алып келген асқабақ дәнін пакеттен босатып, бірнеше қайтара салқын сумен жуып аламыз. Одан кейін максимум 8 сағатқа, минимум 4 сағатқа салқын суда қалдырамыз. Одан кейін судан шығарып, қайтадан шайып, ситода немесе қағаздың бетінде орамалда суын сорғытып аламыз да, қызып тұрған пеште 10-15 минутқа қуырып аламыз. Міне осы кезде қана асқабақ дәні бойындағы артық химиялық қосылыстардан, фитин қышқылынан тазартып, өзінің пайдалы қасиеті бойында сақталады. Сіздер де осылай дайындап, жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен бірге болған дәрігер Динара. Міне мен печкама қуырып жатырмын. 10-15 минутқа қуырсаңыз жеткілікті. Кәделеріңізге жарасын.